Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздермен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әмин қышқылдары. Біз осының алдында тақырыпта әминдер дегенді өттік. Әминдер дегеніміз бір немесе бірнеше аммиак тобындағы сутектің орнын көмірсутек радикалдар алмасқан органикалық заттарды біз әминдер деп атаймыз. Енді бүгін әмин қышқылдары. Әмин бар, қышқылды білесіздер, карбон қышқылдары. Енді осылардан қосылған заттарды біз әмин қышқылдары дейді екенбіз, құрметті оқушылар. Ары қарай енді қарайық. Нақты анықтамасы. Молекуласында әмин және карбоксил топтары бар органикалық қосылыстар, яғни NH2 мен SOH бар топтарды біз әмин қышқылдары дейміз. Міне оқу әдісі әмин сірке қышқылы немесе глицин деп аталады. Әмин қышқылдарындағы сутек атомдарының әмин тобына алмасқан карбон қышқылдарының туындылары ретінде қарастыруға да болады. Кейбір әмин қышқылдарының құрамында екі әмин тобы, гидроксил тобы және килол тобы дейді, SH, екі карбоксил тобы болады. 27-ші кестеде дейді. Енді сол 27-ші кестеге қарайық. Құрамында әртүрлі функционалдық топтар болғандықтан әмин қышқылдары гетерофункционалды қосылыстар деген сөз. Гетеро дегеніміз әртүрлі деген сөз. Яғни мына екеуінен басқа топтар бар деген сөз. Түсінікті? Әмин қышқылдар табиғатта көп таралған нәруіздер, пептидтердің физикалық белсенді қосылыстардың құрамында дейді, құрметті оқушылар. Ары қарай енді мына 27-ші кесте деп жаңа айттық қой. 27-ші кестеде нәруіздердің құрамында кездесетін альфа әмин қышқылдарының кейбір өкілдері дейді. Біз енді альфа деген кезге қазір тоқталамыз. Әмин қышқылдары не жерде тұр? Екінші тривиальды аталумен де аталады. Әмин сірке қышқылы глицин деп те аталады. Альфа әмин пропан қышқылы анилин деп те аталады. Мен жерде енді сіздерге нетіп қоятын нәрсе, енді да көбінде осы екеуі шығуы мүмкін, бірақ мына жақта да екінші шартты белгілі атаулар бар. Мынаны естеріңізге сақтап қойыңыздар. Енді бұл биылғы 11-ші сыныпта талап етілмейтін шығар, бірақ міндетті түрде болады. Неуро альфа әмин бета не дейді? Тиопропион қышқылы дейді. Стейн деймі? Стейн деймі? Осындай қышқылдар тұр. Енді не жерде жұлдызшалар қойып қойған? Ол дегеніміз не дейді? Алмаспайтын әмин қышқылдар. Осы алмаспайтын әмин қышқылдарын жайлы кішкене айтып кетейік. Жаңағындай бос күйінде де кездеседі. Тіршілік үшін де аса маңызды қосылыс нәруыз молекуласында әмин қышқылдарының қалдықтарынан құралатындықтан олардың маңызы өте зор. Нәруыз биосинтез 20 шақты альфа әмин қышқылдар қатысады. Олардың біразы алмаспайтын әмин қышқылдар. Жаңа айтып, оларды организмге синтезделмейді, немесе өте аз мөлшерде синтезделеді. Сондықтан олардың организмге қажеттілігі тек тағаммен қамтамасыз етеді. Биологияда айтылған тағаммен қамтамасыз етеді. Дұрыс тамақтану осы әмин қышқылдарын тоқтандырады. Ары қарай атаулар бізге ең негізгі сосы химияда біздің өтетініміз. Енді қарайық. Бұрынғы мына жерде міне тұр, халықаралық атау жүйесі бойынша алифатты деген ашық деген сөз. Қышқылдардың атына сәйкес тізбекте әмин тобының орны цифрмен көрсетіледі. Атау үшін карбоксил тобының көміртек атомынан бастап белгілейміз. Мына жақтан бастап әмин тобы тұр, мына жақтан бастап нөмірлеп қойып жүрмеңіздер, құрметті оқушылар. Біз мынадан бастап нөмірлейміз. Міне карбоксил тобынан деп айтып тұр. 1, 2, 3, 4. Төртті сіздер білесіздер, органикада бутан, қиындығы жоқ. 4 әмин бутан қышқылы оқыла салады. Енді келесі әмин бутан қышқылдардың изомерленуі. Міне мынаның изомерін жазып көрейік. Құрам бірден құрылыс әріп тұр ғой, міне. Қайсыда тұр? 1, 2, 3.
Амин тобын бірінші жазамыз. 2 амин, 2 метил пропан қышқылы. Немесе 1, 2, 3, 4. Нешеде тұр? 4, 3 амин тұр, 3 амин бутан қышқылы. Бұл жерде мына екеуінде де амин тобы изомер болып тұр. Мынада көмірсутек радикал болып тұр. Енді келесі бір оқылу әдісі нақты есте сақтайық. Бұл жаңағы амин бутан қышқыл ғой мынау. Енді қарайық. Халықаралық номенклатурасынан басқа көміртек атомының грек алфавиті, грек әріптерін сіздер білесіздер. Альфа, бета, лама, сигма, зета ма? Лама ғой мынау. Солай енді мен менше солай оқыдым, сіздер дұрысын оқып аласыздар, ренжімейсіздер енді. Бұнда да сол карбоксил тобында жақтан бастап қоямыз. 1, 2, 3, 4 белгілеген кезде қараңыздар. Содан карбоксилден кейінгі көміртектен бастап әріптерді қоямыз. Міне қараңыздар. Альфа, мынадан бастап қойып жүрмеңіздер. Альфа, бета, гамма. Яғни не болды біз амин тобы? Не? Альфа, аммоний, май қышқылы. Немесе 2 амин бутан қышқылы. Келесіне қарайық. Май қышқылы. Келесіне қараңыз. Амин тобы қайда тұр? Ләммада тұр. Ләмма, амин, май қышқылы. Май дегеніміз 4-ші ғой, көміртектің 4-ші май қышқылы деп айтамыз. Түсінікті, бұл жерде мына белгілеу біздерге ентіда шығуы мүмкін. Көп жауабын талдауда міне мыналардың бәрі. Қайсылар сәйкес келеді деген сияқты. Мына екеуінің атын сондықтан қойып аттары қайсы дегеніңіз тауып, әріптерді ұмытып кетіп жүрмеңіздер. Ерекше есте сақтаңыздар. Ары қарай кеттік. Алу әдістері мынандай белгімен, түрлеп белгісімен ескерту. Оқып жіберейін. Нәруіздің құрамына кіретін амин қышқылдары нәруізді гидролиздеп алуға да болады. Синтездік алу жолдары да белгілі. Екінші, карбон қышқылдардың галоген туындыларынан аммиакпен әрекеттесіп алынады. Қараңыздар, аммиак және карбон қышқылының галоген туындылары, хлор жүр мына жерде. Осы екеуі қосылған кезде амин сірке қышқылы, осы глицин мен аммоний хлориді шығып кетті. Көрдіңіздер, мынаны естеріңізге мықты сақтаңыз. Алыну жолы осы. Енді басқаларын жазбаған, сонда осы рексияны жазып тұр ғой, ентіда шығуы мүмкін. Аммиак пен карбон қышқылдарының туындысы әрекеттескенде бөлінген амин сірке қышқылының массасын теппейме. Енді біз нәрседе бір есептер шығуы мүмкін. Ары қарай физикалық қасиеттері. Физикалық қасиеттерін амин қышқылдары түссіз кристалл заттар, балқу температуралы салыстырмалы жоғары, олар әдетте суда жақсы ериді. Көптеген амин қышқылдарының тәтті дәмі болады дейді. Естеріңізде сақтаңыз. Тәтті дәмі болады дегеніміз ақуыздардан, нәруіздерден аламыз ғой біз. Енді қатты ашты нәрсені жей бермейміз ғой сол. Амин қышқылдары әртүрлі қасиетті көрсетеді. Енді қараңыздар, құрметті оқушылар, біз химиялық қасиеттер ең негізгісі. Біздің бір амин қышқылын табайық. Міне, амин қышқылы тұр ғой. Амин қышқылы екі түрлі қасиет көрсетеді. Қазақша айтқанда қос қасиет. Амфотерлі. Не, екі дайлы деп тұр ғой. Амфотерлі. Негіздікте қасиет көрсетуі мүмкін. Қышқылдықта қасиет көрсетуі. Осыны естеріңізде сақтаңыздар. Міне, біріншісі амин тобы негіздік, ал карбоксил тобы қышқылдық қасиет. Сондықтан да негіздікпен реакцияға түсетін болса, негіздік қасиет көрсететін қышқылдармен әрекет түсу. Енді қарайық мына жерде міне. Кәдімгі амин қышқылымыз тұр. Тұз қышқылы тұр. Реакцияға түсті міне глицин. Бұл жерде ол қандай қасиет көрсетіп тұр? Я қышқылмен әрекеттесіп, негіздік қасиет көрсетіп тұр. Мына жерде қышқылдар қасиет көрсететіндіктен немен дейді? Негіздермен әрекеттесіп тұр дейді. Спирттер және су түзілтер. Глициннің натрий тұзы және су. Көріп натрий OH. Бұл жерде мына неміз бізде қышқылдық қасиет көрсетіп тұр. Ары қарай спирттермен әрекеттесу күрделі. Енді сіздер қараңыздар, мынау ентінің сұрағында шығатын. Үшіншісін айтып жіберейін, спирттермен әрекеттесу күрделі эфирлер түзеді. Қараңыздар, спирттермен әрекеттестік. Спирттерде OH тобы бар, білесіздер, мынадағы енді қай жермен әрекет? Мына H пенен жаңағы амин
сірке қышқылындағы H пенен мына OH қосылып су шығып кетеді. Қалғаны өзара қосылады. Сонда амин сірке қышқылының этил эфирі. Амин сірке қышқылының этил эфирі деп шығады. Көріп тұрсыздар ғой? Сонда амин қышқылдар немен әрекеттеседі десе, негіздермен, қышқылдармен және іспеттермен әрекеттеседі. Бұл химиялық қасиет. Ары қарай кеттік. Амин қышқылдарының өзара әрекеттесуі, төртіншісі. Олардың маңызды қасиеті реакцияға бірдей немесе әртүрлі амин қышқылдарын түсуі мүмкін. Реакцияда бір амин қышқылының карбоксил тобымен екінші амин қышқылының амин тобының әрекеттесуі арқылы жүреді. Міне, мына сөз біліп, біріншісінің карбоксилімен екіншісінің амині әрекеттеседі. Міне, сол жерде мынандай пайда не болады. Анадағы OH пен мынадағы H қосылып кеткен кезде қараңыз, мынаның 2H кетіп қалды, қараңыз. Енді қараңыз, бір H пенен OH кетіп су шығып кеткен кезде мынандай топ пайда болады. Амин қышқылдарының қалдығы өзара CONH, яғни пептид немесе амид тобымен жалғасады. Осыны бұл байланыс пептидтік немесе амидтік байланыс деп аталады. Келесі бетіне түсіндіру бар, енді міне, екі амин қышқылының молекулаларының әрекеттесуі нәтижесінде дипептидтік түзіледі және су түзіледі. Дипептид немесе пептидтік екі бір сөз. Міне, мынау бір амин қышқылы, глицин екіншісі де сондай. Міне, мындағы амин тобы мен мындағы карбоксил тобы, жаңа рет түсіндіріп айттым. Екеуі қосылып су түзіліп кетті, қалған бір-біріне байланысады. Бұл байланыс не дейді екен? Дипептид. Екеуі деген екі пептид байланыс болды деген сөз. Ортада мына байланыс түзілді. Түсінікті ғой, оқушылар? Ары қарай кетейік. Түзілген дипептидтен қалған функционалдық топтар арқылы келесі амин қышқылдармен әрекеттеседі, трипептид түзіледі. Амин қышқылдарының жаңа молекулалар реакцияға түседі. Осылайша көптеген амин қышқылдар өзара қалай поликонденсациялану реакциясы нәтижесінде үлкен молекулалар қосылыстар полипептид түзеді. Поликонденсациялану реакциясы арқылы көріп тұрсыздар ма? Полипептидтер түзеді. Тірі организмде биологиялық процестерде полипептидтердің маңызы өте зор. Біздің өзіміздің биологиялық құрылымымызда осы нәрсе қолданылуы. Тірі организмде нәрөздердің синтезделуі үшін амин қышқылдарының маңызы өте зор. Адамдар мен жануарлардың амин қышқылдарының азықтан алады, тамақтың құрамынан әртүрлі нәрөздер болады. Организмде тағамдардың нәрөздері амин қышқылдарына дейін ыдырайды. Содан кейін организмге тән синтезделеді. Енді мына жағын өздеріңіз оқып аласыздар, ары қарай. Мына жерде келесі бетінде неде тұр? Қысқаша жазылып тұр. Енді сұрақ амин қышқылдары жайлы. Бүгін тапсырма, бүгінгі сабағымызда, құрметті оқушылар, амин қышқылдары жайлы білдік. Жалпы амин қышқылы деген атынан айтып тұр. Амин тобы мен карбоксил тобының бірігуінен шыққан қосылыстар, қазақша айтқанда амин қышқылдары деп аталады. Олардың жерде оқылуын білдік. Оқылуы карбоксил тобы бар жақтан бастап оқитын болдық. Сол жақтан бастап нөмірлейміз. Ал екінші грек алфавиттерімен оқыған кезде, әріптерімен оқыған кезде, естеріңізге сақтаңыздар. Карбоксил жағынан бастаймыз. Біреуін көрсетейін. Карбоксил жағынан бастаймыз. Бірақ одан кейінгі көміртектен бастап белгілейміз. Соны естеріңізге сақтаңыздар. Ары қарай физикалық қасиеттерін өздерің оқулықта тұр. Химиялық қасиеттерінде ол екі түрлі қасиет көрсетеді. Негіздік және қышқылдық. Сонда негіздермен де, қышқылдармен де одан кейін бар спирттермен әрекеттеседі. Осы кезде күрделі эфирлер шығады. Ал соңғысы амин қышқылдар бір-бірімен әрекеттескен кезде пептидтік байланыс болады. Ары қарай бір амин қышқылының амин тобы мен екінші амин қышқылының карбоксил тобы өзара әрекеттеседі. Жақсы оқушылар, тыңдағандарыңызға рахмет, түсінді деп ойлаймын. Енді тапсырманы, мынау тапсырмаларды өздеріңіз орындаңыздар. Бұлар ендінің сұрақтар негізінен. Мынау жаңағы жерде бар. Қарап, міне жерден сіздерге маған неме жіберетінде осы
пән түсінікті ретінде үй тапсырмасы қыласыздар ма жоқ өздеріңізге сабақ үстінде орындайсыздар ма осы тапсырмаларды орындаңыздар 6 мен 7-не қалғандары өздеріңізге мына барлық сұрақтар тақырыптың ішінде бар сау болыңыздар